Мәке қалай? Жұмыстар жүріп жатыр ма? Жақсы, шүкір, жүріп жатырмыз. Мәке, дүкеніңіз складпен қосып өртеніп жатыр. Жүріңіз, кеттік. Тыныштық па, бәке, не болып қалды? Мен оған қанша рет ескертіп айттым. Нені ескерткен едіңіз? Магазиннің складтары өртеніп кетті. Амаге, алдап сатма, біреудің ақысына кірме, ойбай, 1 теңге, 2 теңге болмайды, бұйырмайды дегенде, шүкір, жақсы көтеріліп кетті. Ой, Мәке, асықпа. Бір айналып, шыр айналып жүрмесін. Осы уақытқа дейін қаншама адамдарды зарға қақсаттым. Әлде де болса қой болып тірілегіңдер. Біреудің ақысы бір-бірін емес бір-бірін тесіп шығады. Бәке, сен де қоймайды екенсің. Қазір бір клиент келеді, көресің мен қалай сататынын. Саған менен бір тегін мастер-класс болды. Ассалаумағалейкум, бабам. Ізденесіз бе? Аға, маған оригинал фильтр керек еді. Қолыңызбен ұстап тұрғаныңыз таза оригинал фильтр. Оның бағасы қанша екен? Сізге 150 мың, 120 мыңға беремін сізге. 120 мың? Басқа жерде 200-250 теңге. Сіздерде неге арзан? Бізде ынсап бар ғой. Біз үстіне көп қоймаймыз. Бастысы клиент ырза болса болды. Аға, мен ауылдан келіп тұрмын да. Кеше әйелім больницадан шыққан. Сол врачтар тек таза фильтрден шыққан суды ішін депті да. Бүкіл ақшам емге кетті. Соңғы ақшамды осы ана отырмын. Точно оригинал ғой, Гарантия ғой, бауырым. Таза оригинал, южно-корейский. Бүкіл қалаға біз таратамыз. Сол үшін бізде арзан. Үстіне көп қоймаймыз. Ынсаппен істейміз ғой. Болды. Рахмет аға. Осыны аламыз ол. Көрдің бе, бәке? 30 мыңдық фильтрді 120 мыңға сатып жібергенсіз ғой. Бұны бизнес дейді, бауырым. Үнемі айтатын мен оған. Біреудің көз жасы жібермейді деп. Адал саудада береке бар. Сол үшін сендерге де ескертемін. Сауданың адалынан жасаңдар.